на нее. Вот бы, мне бы она улыбнулась, я бы с ней бы пошел бы под пули. Сәлем достар, екінші сабаққа қош келдіңіздер. Екінші сабақтың тақырыбы телефонды дұрыс ұстау, яғни телефонның стабилизациясы. Ал ендеше кеттік. Достар, қазіргі кезде әлеуметтік желілерде, Инстаграмда, WhatsAppта статус қарайтын болсаңыз, статустың барлығында вертикалды видеолар жүреді. Дәл сол вертикалды видеоны қалай дұрыс түсіру керектігін мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Мен вертикалды видео түсірген кезде екі қолмен түсіремін, екі бас бармақты осылай алып, алдыға артқа жүрген кезде дәл осылай. Бұл екі қолмен түсірудің себебі видеоның стабилизациясы сақталады, яғни дірілдемейді. Және ол сіздің қолыңызға да байланысты. Белгілі бір объектіні түсірген кезде ол объектінің дәл ортасынан былай симметрия бойынша симметричный түсіру керек. Жаңағы нүкте алдық қой бірінші сабақта. Дәл сол нүкте сияқты белгілі бір адамды алатын болсаңыз, адамның да симметриясына қараңыз. Мысалы, басын дәл нүктеге қойыңыз, немесе денесінің дәл ортасын видеоға түсірген кезде оң жақ және сол жақ ара қашықтығы барлығы бірдей болсын. Және мысалы алдыға артқа жүрген кезде міне қараңыздар. Дәл осылай. Екі бас бармақпен қараңыз. Немесе мен сол қолымның указательный палец дейді ғой, міне. Осы саусақпен ол бұру үшін. Если мен видеоны бұратын кезде осылай түсіремін. А если алдыға артқа жүретін кезде бас бармақтармен осылай қысып ұстаймын. Және қатты қысып ұстау керек, өйткені стабилизация сақталу үшін. Қараңыз. Мен дәл осылай. Кішкене аяқты бүгіп жүрген дұрыс кез келген видеода. Себебі сіз аяғыңызды тік ұстайтын болсаңыз, ол кезде қалтырау вероятность ықтималдығы жоғары болады. Достар, мынау менің інім Мұхамеджан. Мен қазір объект ретінде осы інімді алдым. Қазір міне оған қазір алдыға артқа жүріп, міне екі қолмен ұстап тұрмын. Бір мысал көрсететін боламын. Қараңыз, дәл осылай келген кезде объекті, егер объекті осылай адам болатын болса, адам олай қатып тұрған кезде ол қызық емес болады. Себебі объекті оңға солға немесе белгілі бір движение жасау керек. Мұхамеджан, қазір мен саған жақындаймын ғой, сен жақындаған кезде мына жаққа қарап тұрасың и күнге қарайсың ба? Теңіз жаққа жарай ма? Қараңыз. Бұл объектіге мен осылай келсем болады. Ол қазір движение жасап жатқан кезде немесе осылай движение жасау керек, немесе оңнан солға. Мен қазір алдыға артқа. Қараңыз, мен дәл осылай астынан бастайын. Давай, Мұқа, теңізге қара. Бұл замедленный, яғни баяулатқан кезде бұл видеоны, ол кезде әдемі шығады. Мұға тағы бір рет. Давай, қара, ана жаққа. Мен қазір екі қолмен ұстап тұрмын. Біз қазір теңіз жағасындамыз. Тағы рет, Мұқа. Давай. Әдемі шықты. На нее. Вот бы, мне бы она улыбнулась, я бы с ней бы пошел бы под пули.